Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен өте дәмді болып шығатын балықты қуыратын боламыз. Алдымен бізге балығымызды жақсылап жуып, тазалап, тұздап аламыз. Тұздап болған соң жарты сағат немесе 1 сағатқа қойып қоямыз. Сонда тұзы сіңіп, өте дәмді болып шығады. Ыдысымызға 2 жұмыртқаны салып, жақсылап қозғап, болған соң оның үстіне суды құйып, және ұнымызды салып, қоймалжың болғанша жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң үстіне бұрышымызды дәміне қарай тұз саламыз. Балықтарымызды осыған малып, екі жағын батырып, қызып тұрған табамызға саламыз. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын. Сіздермен болған Жансая.